Сәлеметсіздер ма? Дезинфекция жасайын деп жатырмыз. Қандалаға дәрілеу жұмысын жасаймыз. Қандала қай жерде жүреді деп сұрақтар қойылады, және киімде бола ма деп адамдар көбінесе киіммен келеді, киімді дәрілеп тастайды екен. Негізі киімде болмайды. Киімдер шкафтың ішінде тұра береді. Бұл үйде квартиранттар тұрады, квартиранттар көшіп кеткен. Бұл киіммен келген күнде де онымен жүрмейді. Өйткені киім күнде қимылдайтын болғандықтан киімде болмасын еді. Бұл мынау диванда өмір сүреді. Диван мысалға осылай тұрған. Былай көрінбейді. Және мына жағынан қараймыз. Бәріміз бұл көрінбейді. Бұл диванды көтеру керек. Мынау бір-біріне қосылған жері мынау. Бұның жұмыртқалары, ақтындары. Бір қандала бір жұмыртқалағанда 15 жұмыртқа қалдырады. Сонда 2-3 қандаланың жұмыртқасы жатыр мына жерде. Өте көбейіп кеткен жағдай бұл кісілерді шақпайды екен. Тұрып кеткен квартиранттар. Бұлар енді көшіп кеткенде басқа квартираға алып кетті. Басқа домға апарды, сол жердің подъезіне апарды деген сияқты ғой. Қандаланың өзі. Бұл өзі қимылдай беретін жәндік емес. Негізі қимылдамай тамағын жеп болған соң осылай жұмыртқа қалдырады, соның қасында болады. Түнде адам осы диванға келіп ұйықтайды. 3-4-те. Сол кезде 3-4-тің кезінде біз тәтті ұйқыға кетеміз. Сол кезде шағып, қайтадан осы орынға келіп жатады. Сол көбейеді, барлық жәндік сондай. Диван тұрған жер ғой. Қабырғаға шығып кеткен бұл уже өте көбейіп кеткен жағдайда осы қабырғаға шығып отыр. Диванда жұмыртқалайтын жер қалмаған кезде. Диванда жұмыртқалайтын жер қалмағаннан кейін осылай қабырғаға шығады. Бұндай жерге мына жақтарын келмепті, қызық. Сол бір жерде жұмыртқалай беріпті, және мына басы. Дивандар әртүрлі болады. Әртүрлі болады дивандар. Осы қандай әртүрлі дивандар бар ғой, сол осы біздің YouTube каналды көрсеңіз, содан білесіз. Қандала қандай бар екенін, қай жерде жүргенін, өзіңіздің диваныңызды сол видеодан тауып аларсыз мүмкін. Мынау сары, соның балалары уже жұмыртқадан шығып қалған бұлар уже. Өзі қандала болып қалған, бірақ қан жемеген. Осылар біздің денемізге шықса, біз байқамайды қаламыз, өздері түстері сары болғандықтан. Кожамыздың үстінде жүрсе, бұны көрмейміз біз. Как-будто өліп қалған сияқты болып жатыр. Қанды сорып алғаннан кейін оларды көтеріп шығаруға өсіріп енді осындай дәрімен дәрілейміз. Біз қандай дәрімен дәрілейміз? Бізде YouTube каналда бар. Дәріміздің аты блокада антикоп. Бұл препарат полисайд. Негізі басқаша түрлері де бар. Осы дәріні диванды қалай дәрілейміз? Видеоны толық қарасаңыздар көресіздер. Регулировка жасалынады. Өзіне шашу керек. Қимылдаған ұнатпай ол қимылдай бермейді бұлар. Дәл өзіне шашу керек. Сүйрі.
жұмыртқа. Бәрі иісі өте сасық. Мына қып-қызыл қанды бағылады. Сол адамның қанымен тамақтанады ғой. Солай үстіне шашқан кезде осындай қызыл қан қылып шығады. Сол осылай қан болып ағады. Тойып аузынан шыққанша ішкенде қанды. Сосын міне осындай тігісін дәрілейміз. Тігісіне мұқият құйып аламыз да. Одан кейін жалпылай дәрілей береміз. Біз пайдаланған дәрі вакада антикоп. Пайдаланамыз, соны иісі жоқ, еш нәрсені бүлдірмейді. Бірақ дәрілеген кезде міндетті түрде маска киіп аламыз. Сосын барлық жерді шашып шығарамыз, барлық жерге. Кейбір кезде адамдар диванды лақтырып тастайды да, сөйтіп ойлайды, құтылдым деп. Құтылмайсыз. Көріп тұрсыз ғой, диван лақтырған кезде қандай жағдай болады. Мыналардың астыларына әлі принттарға қойып, принттарға естіп қоясыздар. Және мына осы материалда жақсы көреді олар. Қазір өте көбейіп кеткен жағдай. Бір-біріне қосылған жерлеріне құямыз. Міндетті түрде. Қатты жасаса қатты шашылатын болады. Сосын осылай жалпы шашып шығамыз. Личинкалар өлмейді дейді, біздің дәрігер личинка ұстап береді. Арасындағы тіпті бар. Уже бірден өліп қалған жоқ. Сөйлеп әсер етіп кетеді бар. Уже әсер етіп жатыр. Значит, дозасы жақсы болған. Кетіп қалып. Құрыс дәрілеген жағдайда өзімізде дәрілік кетірілмес. Бағана сепкеніміз тағы да бір сүйіп жазғанбыз. Айтып болмайды. Мені қандала тұрған деп. Шаша бердік. Бір жерін қалдырып кетпейміз. Өйткені бұл кішкентай болғандықтан көрмей қалуымыз мүмкін. Сондықтан барлық жерге толық шашу керекпіз. Мұқият. Көшіп кетсе, өзімен бірге көшіріп алады. Көшіп кетеді. Содан оны басқа квартираға апарады. Басқа подъездге апарады. Мен қайдан келгенін болады. Айтуға ұялады, енді қандай бар екен. Немесе бұл кісінің
алдында тұрған квартирада болған болуы мүмкін. Ондай көбейіп кеткен жағдайда 2 рет дәрілеу керек. Арасын бір апта қойып, бір аптадан кейін тағы да дәрілеу керек. Кейде 3 рет дәрілеу керек болады. Бір жасап кетірем десеңіз, аяғына дәрілеу бересің. Киімдер вообще дәрленбейді. Киімде өмір сүрмейді олар. Өйткені киім күнде қимылдайды. Сол үшін ода көбейген ыңғайлы емес оларға. Диван қимылдамайды. Осы шағады да адамды. Түнде біз ұйықтаған кезде тәттіде ұйқыға кеткенде біз қайғысыз боламыз. Сол кезде шағады осы деп қалады. Бір кафеға барсам, барлық заттарын шашып тастаған, киімдерін шығарып тастаған. Оны қайдан естіп алатындарын. Сосын қай жақтың дәрілейтінін білмейсің. Артық керек емес заттар болған дейді, осындай кезде шығып жасасаңыз болады. Қиясыздар осы кезде. Кейбірде болады осы бір киімдерді, заттарды. Әйтеуір жеңе береміз, қазақта ғана киім. Керек сияқты жоқ. Керек емес заттарды азайтқан жақсы. Сосын осы дезинфекциядан кейін, дәрілеп болғаннан кейін есік терезені жауып, 1 суткаға үйден кетесіз. 1 суткадан кейін келіп, барлық жерді пылесоскайсыз. Мынандай диванның, бұрыш-бұрыштарын, мыналардың бәрін пылесостап алуға болады. Аямай. Сөйтіп, үйді жумайсыз. Просто заттарды орындарына қоя саласыз. Дивандарды орындарына осылай қойасыз. Осылай орнына қойасыз. Болды. Жумайсыз. Артын, диванның артын жумаймыз. 1 суткадан деген екен да. Жумайсыз. Только орындарына пылесостап қойып, ортасын ғана жуып аласыз. Пылесостардың бәрін осылай дәлеп шығамыз, ол бірақ пылесосты жумайсыз. Мына жерден бастап жуасыз, мынанша жер тұра береді. Жабылады, енді астын қайдыңыз. Осын байтын кіреміз енді. Тағы бір. Бұл жерді пайдаланбаймыз башында. Қазір ұстағанда да бұл жерге қолымыз тимейді. Біз көрмейтін жерлер осылар. Осы жерлерді көбейді. Бала шағасы. Өздері. Біз ана ар жағына қойған кезде мына жаққа сүймес дәріс шығып бұл жерге әсер етіп отыр. Осылай толық шашып шығамыз. Қалдырмаймыз, қандабаның үстіне қайта шаша беріңіз. Аямай.
еш жерін ұмытпадық. Бәріне толық жағып жатыр. Мына жағдайларын көреміз қандай болған. Осы видеоларды толық қарасаңыздар, дұрыс дәлелсіз боласыздар. Көп адам видеоны жіберіп, дайын видеоны жіберіп көрмейді. Қайдағы жағдайды? Осылай болады. Іштеміз болады. Дәрлеп болдық. Енді примустарды потолықты көріп тұрсыздар. Мені диван тұрған жерде көріп отыр бұда. Басқа жақтарда онша емес. Басқа жақта көрінбейді. Мені диван тұрған жерде көріп отыр. Ортақ тұрмысқа жазу үшін регулировкасын ауыстырамыз.
Осылай дәрілік бітті. Көбінесе вниманиені осы диван мен плинтусқа және перделерге, қабырғаларға. Көрпе-төсекте күнде қимылдағандықтан көрпе-төсек көп болмайды. Және осы пердені дәріліміз. Пердені дәріліп, пакетке пысыған дұрыс. Пердені тігістерінде бар. Yerinde çocuklarımız. Табуретканың мынандай жамқыларын жақсы көреді, арасына жүріп қайдамыз. Кейбіреулерде астында топ тұратқанда. Бұл жерде болмаса болды, дәреме қойсаңыз.
өйткені анау дәрленген жерлердегі осы дәрленбеген жерлерге қашады. Енді мейрейдердің бір-бірлеріне қосылған жерлер құрастырылған кездегі құрастырылды да сол жерлерде болады. Шкаф бос-босанып бәрін салыңыз. Киім тұрғанша бәрін сыртынан бәрін болады. Өздері көшіп кеткен ғой, заттары бір-бірімен араласуы мүмкін да, сол кезде шифонерге де кіруі мүмкін. Бұндай кезде, бұндай көп болған кезде көшкен өте қауіпті. Өйткені көшкен кезде киімдер, заттар бәрі бір-бірімен араласады. Сонда ол киімге де болуы мүмкін, көрпемен араласуы мүмкін. Сырттарын осылайтатын қалғандарын болады. Сыматını çırpamaya gerek. Olacak bir bölme bağımın için. Bарлық жерді білеміз. Негізі қандай кухняда асүйде өмір сүрмейді. Ол біз ұйықтаған кезде шағатын болғандықтан спальняда өмір сүреді. Асүйді жай заттарынан профилактика жасасаңыз. Бәрі бір үйде болған екен. Не бастасын керек. Бұл жақта өмір сүрмейді, бірақ бір бөлме болған соң бұл жаққа қашуы мүмкін. Осы бөлмеде ғой бәрі. Сосын бәрін ұмытпайтын көргендер. Tadılarda жұмсақ. Күндері көбейген жақсы еді. Көзіне қарап бармайды, олар екпені жан-жағы темір, төбесі резина болғандықтан.
қыдырып тереземіз ашық болады. Терезені ашып дәрілеңіздер. Сосын терезені ұмытып кетпеңіздер ашып қойып. Өзіміз уланып қалмау үшін терезені ашып дәрілеу керекпіз. Қара бояғын аспауға. Қосылған жерлері тіркілер. Осылайша ұмытпаймыз. Жұмысты аяқтадық осыны. Бізге пікір келіп, лайк басыңыздар, лайк деген бас бармақ, соны бассаңыз лайк болады. Біз сізге тегін ақпарат, сіз бізге тегін лайк. Лайк өте аз адамдар көреді кете салды. Лайк басың каналдың дамуына көмектесін. Канал дамыса, адамдар қазақ тілінде ақпарат алып, дұрыс пайдаланып, солай кетіріп алып еді. Негізі өзіңіз дәрілемес міндетті түрде маман шақырасыз. Олай айтқан күнде де адамдар өздері дәрілеп тұр. Өзі бір қанданың суреті бар, арлан шөбей дәрілер бар ғой, бәріңіз білесіздер, иә? Іздеп көргендеріңіз болса. Сол дәрінің 7-еуін алып дәрілепті бір кісі. Біздің сол кісінің қазірдің дәрілеген видеомыз бар. Ол білмеймін қанша шашқанын, бірде бір өлген тұқсандаға болған жоқ. Сол бекір, олар сол біреулер алады, жиқылалы қозғалады, ауға шашып кетеді. Ішке шашаттай ойды. Жиқылалы қозғалады. Ішті шашқан ол қандаға қосып дейді. Осылай дәрілеу керек. Диванды толық дәрілеу керек. Материалға дәрілену керек. Еш нәрсені бүлдірмейді. Сол ғана құтыласыз. Жалқаулықты ұмытып, анау жоқ бір күн күшті жинап, бақысымызбен қаламыз. Бізде ТК-дан антиклопты заказ бере аласыз. Адресіңізді доставкамен жібере аламыз. Және консультация береміз қосымша. Оны ТК-дан антиклопты өзіңізде таба алсаңыз болады, бірақ сіз оның басқаша түрін алып қойғаныңыз мүмкін. Сол үшін біз өзіміз пайдаланып жүрген, өзімізде тексерілген сол ТК-дан ғана аламыз. Бізде заказ берсеңіздер болатын. Біз қайтадан көп шығатын барымыз атып қойған. Қайта бұл кісілер әуре болып шақырмасын деп ойлаймыз. Енді бәрібір шақырла керек болады. Қайтқан күнде қатып қалған. Осы диван тұрған қадырған. Не кәдімгі. Көрінісі ешқандай алпойды шешпеген. Ешнәрсені лақтырмаған. Бұл кісілер менің постоянный клиенттерім. Общагалары бар. Сол. Бір кезде 4 квартираны бірге дәріледік. Өйткені бірінен өткен. Айтпаған, бұл кісілерді айтпаған. Енді екі кісі жаңағы хозяинмен квартирант, сол кооперативно бір-бірінен көріп отыр. Біз де дәлелдей алмаймыз. Негізі 3-4 айда келіпті, сондай уақытта пайда болған. Шамамен бұрынғы квартирант соны біліп кетіп қалуы мүмкін. Қандайға пайда болғаннан кейін. Немесе бұл кісі келе жатып басқа жерден алып келуі мүмкін. Барлығы бар. Бұл кісі енді өзімен бірге алып кетті. Меселақтарымен басқа подъезге барды. Осылай осы кісі кіріп бір үйге көшіп кіреді ғой, соның артынан тағы біреу көшіп кірсе, сол өзінің үйіне толық апарып алады. Бірақ өзі білмейді. Сондай жағдай болып сол үшін ешқайсыңыз бір-біріңізді кінәламаңыздар. Квартирант болса, квартирант та кінәлі емес, хозяйка да кінәлі емес, білмейді оларды. Жақсы сау болыңыздар. Лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер.